ленивые манты. Ленивые манты по-другому называется... Хамум какой-то. Короче, ленивый... Не, манты istedi. Şunun üstüne Leysan'a utkere Türk aşağı. Kartof. Şundan bu. Alalım. Farşqa min halde buğan, erekine şislok. Sen biz bir de birge butaylı. Ne buğan? Buğan? Короче, buna dostlar, bu tarafına utkerdik ne? Kartof. Şundan bu halde halalız farş, buğan, ukey, şislok. Biz bir de birge. Kulun dostlar, yoğulgan, tağındak durup yoğulgan. Şundan bu şu kipi tokma asfaltı. Есесті. Аты қолман бұтайын тек кішінің халі бұтайын. Шап перчатка кемейді кетті. Как будто береги перчатка кей бешірі. Кет бетін жол. Қайын әмәкен, непривычный. Қайда келеді кіші қайтып елме. Остағын. Манымы қарымдар дейінді. Үйді ұшылай. Асылайын бал. Жоқ. Мұна ұшылай рақат келі. Мұна. Короче, Leysen Tolstoy tukmasta yapman işte bilmeyey. Bu öğrengen nedik belki tukmasta yaptırga. İyi öğrenmeyin bir kere, iyi öğren. Bu başı super puper tukmasta yap. Yine ye. И, короче, бuna камырдың üstüne dostlar şak bu şey farştın halı hepsi abi. Buna yaydık farştı. И hadir bir tane o şey rulet tumak tümeretevi. Buna и защиплять делать. И от сторон обязательно достав защиплять надо. А то фарштың соғы ағып соға. Все болды. Мына бір, короче, колбаса әдер достар. Білмей, башыны бірінші тапқыр іштейм, неме келіп соғыр. Мына бұл есекке оқшаған. Или колбасаға, или еще бір немеге. Алиса, Якутаночка моя песня. Я твоя якутаночка. Я твоя якутаночка. А? Якутаночка. Юқсаған да якутаночка. Якутаночка. Осы якутаночка. Якутаночка моя. Алиса, громкость 10! Все знают левый севера. Короче, достар, бұна қарағыз. Менің колбасам өшіп ята, тутырмаға ұқсаған. Leysen ана посуда юа, маз келіп, ен жаққа біз сесіретіп тұр. Әйтіп тұрам, тазик тағына үйгічіп. Тыңлашымай. Көрдіңіз мі? Мұна, өше прикольненький ғына. Так, бұны бізі қоялы. Ебішей. Қарағыз, несе штук болды? 1, 2, 3, 4, 5. Шунан хәзер еще бір несім бар. Не, несе штук? 1, 2, 3, 4, 5, 6 штук іштеді. Прикиньте. Короче, достар, мына біздің манумама, короче говоря, ленивый манты бешіп соқты. Мына оша қырқабыды, мына қарағыз несе келіп соқты. Вообще, и ол достар, хатарнық тәмлі, бұлырға тейеш. Хәзір дегустировать етеді. Оша етіп қырқабызда, колбаса қырққан хымақ етіп. И все, шоңман. Короче, достар, еще представляете, Альберт ханума әргәхіне хатып алған медовуха. Мына, медовуха. Исәбет хәзір. Конечно же, был безалкогольный. Мына, представляете, безалкогольная медовуха деп аталған. Прикиньте. Хәзір бұдан асабыз да. Оста! Шарттаны, Альберт. Нет, кім асыға қосқызар, сен қуаттырмағын. Тәмні күні медовуха ете сыған. Бал ете қатарнық тәмні сыған. Короче, бұна достар ханума, Альберт ана ханума шаптырып,
Не медовуха с утра. Шуна несек, Альберт, медовуха. Стамны ма? А? Nej. А манты? Tamam. Обалденно вкусно моя жена готовит тебе гамбу. Обалденно. Хаттарынық тамды достар. Просто дел отырдық. Ну, это безалкогольный медовуха. Hazır parayım. Hadi. Странный. Все, давай, пока. Пока. Короче, достар, мен қонақтарды тегі вайындағы хмақ одата деп ойлап қоймадым. Мына хәбет етіп одаттым. Арттарынан хүйденіп тұрып қалманым. Если что. Короче, достар, мына менің прыштарым бұнда капец несек ялтырап көрініп тұралар. Қорқып қоймаған мен маз бояным. Короче, мен неге келдім? Сәсімді сисерге, а может анам наращивать дейттірермін. Білмеймін әлі пока что. Здравствуйте. Здрасте. Я к вам. Короче, достар, біләғыт бітіне мен мұшта 2 ай қайын келем. Мына Big Mama Hair кімдер құрағайны студия наращивания волос. Ошында гілмен наращивать мына бұнда сестер теділіп тұрған. Ендей сестіле хегер вис бар, вообще уютно, матуғынығында аппақ қана. Короче, достар, интеді хәр Регина менің сестерімді тарай. Потому что вообще хәтер нық ойыша баштаны. Потому что капсулалар уже айырылып сыға баштаны. Шының үшін коррекция ештер керек, достар. Ну, бұл олындық, конечно, нық ауыр елтірге. Достар, Регина алды өзінің инструментін. Плоскогубцы. Регина, покажите, пожалуйста, плоскогубцы. Она кімдер наращивает сәс, олардың основной инструмент плоскогубцы. Прикиньте, достар. Мына ошай тоталайыд, ана ысқындыра капсулаларда. Мына қарағадар, достар, көрәхігіз ме? Плоскогубцы ме? И она көрәтігідер біретті, пожалуйста, Регина. А вот, короче, достар, ошылайтып ысқындырып алып қоялар. Мына, как будто машина ремонтлайдар міне. Вот, көрдіңіз ме? Хұрып сығарды менің сесімде. Вообще башқа хаттар еңел болып қалды. Вообще красота, блин, без волос, оказывается. Ну, блин, мне, конечно, он сейчас, думаю, враг решает. Ой, что такое страшно, что ли? Блин. Та-да-да! И я снова с вами, Хугамбаш. Короче, достар, мен бұнда ойлап үйреймін. Наращивать итіргені или жоқ ма? Әдесі ойлай қалай. Қазір мен сізге көрсетем. Мына Регина есімді қыз капсулировать та менің сестерімді. Мына яталар менің сестер қорады. Мына здесь очень менің сес. Мына осында, достар, капсулалар. Шуны Регина, давай, Регина, покажи-ка, как ты делаешь. Сесті алала. Шуны әлі мәнде бір пластик нейме, ана клеймінен, кератинмен, ошай евештірі. Капсулалар ішлей. Ана. Вообще капец. Очень нудная работа, да, Регина? Не знаю, мне нравится. Да? Да. Несе сағат капсулировать там, Регина? Ну, часа 1,5-2, наверное. Мына, короче, достар, ошу менің сәстерімді Регина капсулировать та 2 сағат, где-то примерно 1,5 часа, 2 сағат, өт, Регина. Мына әр бір пучокты алып, ұшылайтып капсулировать та. Мына яталар капсулалар, достар. Короче, бұна, достар, бұндала сәстер вес яталар. Бұндала сәс ята, бұндала на капсулировать тәлі. Бұндала на сәстер тұралар. Бұнда мына сестердің ұжағы Наташа, сестер батшағы. Оказывается, ин ашамахан, evet, не üşüyün екен. Мына шыны білдім. Мына менің келіндешім Зульфина бар, evet, ол қатарынық явық. И ол постоянно üşüy. Мен аптырай тұрғайым, ше бұл üşüy екен. Вот, оказывается, в чем причина. Потому что ол Эдашай. Кім? Эдашай, оказывается, шу тид üşüy. Қарамайды. Как мои волосы? А? В смысле нормально? Ну, что насчет? Что это с ним? Нормально ты все. Комплимент от тебя не дождешься никогда в жизни. Короче, достар, кесе меня 2 қызық сообщение келді. В директ. Біріншісі Хайбат, екіншісі Насар. Вот тыңлағыз.
бірінші хайдат сообщениені. Короче, подписчицам жазған енді. Милош апай, мен сізге сөйлеймін қатар бір қызық история. Ол история болған подписчицаның ире менен. Ире башқұрт, кеткен Башқұртстандан Якутияға ішке. Барғанда Якутияға ішке, содан қазір бұл асыққан. Асыққан да кеткен бетінде неге? Столовыйға ашарға. Содан қазір Якут повары көріп қалған Башқұрт егетін и ойдаған, что ол Якут. Потому что біз бетінде Якуттарма ұқсағанбыз достар. Башқұрттар особенно. Біз бетінде көзден былай мына Якуттарды қығымақ. Короче, внешне біз ұқсағанбыз Якуттарға. Короче говоря, бұл Якут повары ойдаған, что бұл Якут егеті. И біз айтқан енді. Якутса сөйлей бастаған енді. Шой, неме ашайсың, мұны ашайсың, деген ашайсың ма? Содан қазір бұл Башқұрт егеті айтқанды. Я вас не понимаю, деген енді. Содан теге Якут повар айтқанды. Ты что, русский что ли? деген енді. Біздің Башқұрт егеті айтқанды. Нет, я Башқұрт, деген енді. Башқұрт это такая нация, живет в Башқұртостане, в республике Башқұртостан. Уфа у нас столица. Вы знаете, где Башқұртостан вообще? деген енді. Содан тұтынғанды объясняет. Содан теге повар айтады. Да знаю, я знаю. Я вашу башкирскую домохозяйку смотрю. Деген. Представляете, мудуфта? Якут повары. Мини карай. Башкирский повар. Прикиньте. Вот так прикольная история вообще. И оказывается, улар аңдайдан біздің тілді. Мен аңтыл айлабытын айткенім бар. Вот, прикиньте, мені даже якуттар қарай отыралар. Вообще капец, прикольно. Ешіттегенді, что менің хеңлем Гүлсім енген проектта «Не играй с огнем» бірінші орын алған. Гүлсім, короче, хені қайнар құтлайым, хені тілейім. Еще шудай проекттарда, еще зор проекттарда тек бірінші орындарын алырға. Хенің өсі бек шатмын, вообще капесных шатмын. Мен башы бұны шеп күлмей. Бұны секундерге. Это насчет второго плохого сообщения. Бір егет, капец өте, өзі меня подписаны, и өзі әрбір сторис ақтында, вообще капец, назар өздер яды біткен. Вот шуға көрайын тегейім, достар. Қадірлі менің подписчиктарым. Вообще стоит ма шу хейтерларды тоже выкладывать, икінсі блогерлар хамақ? Потому что опрос қойдым. Да, нет.